Құрметті мен анашым, сізді келе жатқан 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы ол әрине де денсаулық, бақыт, және де осы Құдайымыз сізге деген барлық бізге жасаған жақсылықты сізге әкеле берсін. Мам. Привет, қалайсыңдар? Жақсы. Мам. Мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Осы, тыныштық, жай сондай деген ғой. Сол бүкіл жақсылықты тілеймін. Сен де ана болғанына қуаныштымын. Рахмет, мен де сенің дауысын естіп қалдым. Жарайды, мама. Мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Мама, бүгін мерекеңізбен шын жүректен сізді құттықтаймын. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Біздің жетістіктерімізді көріп, қуанып, әрқашан қолдап жүре беріңіз. Мама, мен сені жақсы көрем. Жаным, сол, мен де сені жақсы көрем. Не жүрексің? Мектепте? Өздерің? Күн шағым сол. Осы келе жатқан мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Біздің жетістіктерімізге қуанып жүре бер. Алла қуаныш. Жақсы, давайте. Мен де сені. Асыл анам нұр шашқан келбетің, сенсіз басың жүре аланбай жер бетін. Бір қолыңмен балаң жатқан бесікті, бір қолыңмен ұлы әлемді тербеттің. Ана жаным жүре бер шыққасында, сен өтпеген бәлкім осы асума. Әркез маған бата беріп, жолын тұсқап, айтатынсың құлыным-ау жасыма. Сұм тағдырды кешіп өттің басынан, сондықтан да ширақ болдың жасыңнан. Кешір ана қателессем, кешегі бары қалыс кете көрме қасынан. Алло. Алло, мам. Ау. Мен 8 наурызбен құттықтайын деп еттім. Рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Ау. Жақсы көремін деймін. Рахмет. Мен де сені жақсы көрем. Ауырмаңыз, жұмысың жақсы болсын. 100 жасыңа жетіңіз, өзің әдемі сияқты. Сосын ешқашан ауырмаңыз. Барлық жақсылық тілейсіз ғой. Мен айтқаным дейсің, өзіңе де сол. Аязда тоңып мен үшін Аяулы, сүйікті, қамқоршым, асыл анам, сізді 8 наурыз мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз болмағанда жарық дүниенің қадірін, махаббаттың ләззатын, мейір шапағаттың тереңін сезінбесем. Қашанда жаныңызға жақсылық нәсіп болғай. Сізді қатты жақсы көрем, анашым. Мама, я хотела сказать, что я тебя очень сильно люблю, что я очень благодарна, что ты меня родила, что именно ты моя мама. Люблю тебя. Я тебя тоже. Мам, мен сізді келе жатқан мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге ең бірінші мен дүниеге алып келгенім үшін үлкен алғыс білдірем. Сіздің орныңыз менің өмірімде өте ерекше. Мен сізге әлемдегі бар бақыттымын. Ешқашан ауырмаңыз. Алло, мам. Ау. Мам, мен сізді жақсы көрем. Мерекеңізбен құттықтаймын. Рахмет қызым. Рахмет, мен де сені жақсы көрем. Рахмет, мам. Аман бол. Мам, поздравляю вас с 8 марта. Самое главное, будьте здоровы. Всего вам наилучшего в будущем. Постараюсь вас всегда радовать. Всегда, так сказать, быть рядом с вами. Я вас очень люблю. Как раз мама говорит. Алло, мама. Да, Как дела у вас? нормально, как тебе? Хорошо. Вы на работе, да? Да, говори, я сейчас.
А ничего, я просто хотел сказать, что я люблю вас. Ой, что это вдруг? Да, ничего, Жень. Все нормально у тебя? Да, нормально. Точно? Да. А? Да, нормально. Просто решил одной А ты где? позвонить. Я в школе. Чё, как? Когда домой? Да, сейчас папа приедет, наверное. Ну ладно, я вот это просто хотел сказать. Хорошо. Да, давайте. Анашым сәлем, қалыңыз қалай? Сізді 8-ші наурызбен құттықтаймын. Сізге тек қана денсаулық, бақыт жөніндегі ең барлық дүниенің байлығын тілеймін. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіздің мені қолдап жүріңізге мың алғыс айтамын. Мен білмеймін, сіз болмасаңыз не істейтінімді. Сіз командировкада болсаңыз да, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз маған өте қатты көмектесесіз. Аман болыңыз. Алло, мам, қалайсыз? Тебе-то хорошо. Что случилось? Мен сізді қатты жақсы көремін. Я тоже. Не болып қалды, тыныштық па? Сізді қалай да ренжітіп алсам, сізден өте кешірім сұраймын. Сіз болмасаңыз, мен білмеймін не себебін, өйткені сіз маған әрқашанда қолдау көрсеткенсіз, командировкада да болсаңыз, маған ұрыспайсыз, егер мен қандайда бір жаман нәрсе жасап қойсам, сабақтан жаман бір нәрсе алсам, мені қолдау көрсете бересіз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Соның менің тетёкам, тезёка на тезёка, изёка на сизёка. Доча моя, жаным сол, жүрегім менің. Не деген керемет сөздер. Рахмет саған. Көп рахмет. Білесің ғой, мен сені қатты жақсы көремін. Әрқашанда қолдауға дайынмын. Кім не айтса да, не істесе де, я всегда на твоей стороне. Вот это помни всегда. Я, мам, білемін, В любом рахмет. случае, мен сені қолдайтынымды. Рахмет, мам. Менің жаным, жүрегім менің. Шошып кеттің ғой, бірдеңе болып қалған. Жоқ, ештеңе болған жоқ. Махаббатым ашылып кетті сізге. Қойшы, кім өстіп күнге махаббатың ашылып тұрсың да? А то күнде басқа нәрселер айтасың. Ашық мама. У тебя сохранят. Мама, Каспий. Мама, банк. Анашым 8-ші наурыз мерекемен құттықтаймын. Күн емес дала сенен, жылыйды шуағыңа. Может, сейчас вдруг там какой-то телефон кричать будет? Может, я пока так оставлю? Сейчас вдруг там... Дальше. Алло, мам. Ау. Я тебя люблю, мам. Я тоже тебя люблю. Ну, спасибо, то, что этот... Там... На свет мне родила, или как сказать. Тебе тоже спасибо, что выбрал нас своим родителям. Ладно, рахмет, мам. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Жан. Ты что, просто звонишь? Я просто, да. Давай, солнышко, я тебя тоже сильно. Все, пока, мам. Анашым, сізді 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Осы әлемнің бүкіл жақсылықтарын сізге тілеймін. Мен сізге өте үлкен алғысымды айтамын. Себебі сіз менің ең сүйікті адамымсыз. Анашым, 8 мартыңызбен сізді, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Ең басты сізге деген ашық аспан, ол бақыт және зор денсаулық тілеймін. Осылай бізді мәпелеп, тәрбиелеп жүргеніңізге көп-көп рахмет. Осы біздің деген ауырып жатқан кезде де біздің жанымызда отырғаныңызға алғысым шексіз. Осылай бізді әрқашан құрметтеп, бізге деген өз бақытыңызды, өз сүйіспеншілігіңізді көрсетіп жүргеніңізге көп-көп рахмет. Біз де осылай сізге істейміз деген үміттен, сізге өте қатты жақсы көремін. Қайтадан 8 мартыңызбен. Анашым мен. Мам, қалайсыз? Ой. Жақсы. Мам, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді.
жаным, айта ғой. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Жаным, мен де жақсы көремін ғой. Сізге просто напоминание айтқым келді осылай. Әрқашан да сіздің көңіліңізді көтеру үшін. Жөн, мен де сені жақсы көремін. Давайте. Хорошо, жаным. Жылап кетті, давай. Жиынымен отырған. Вот, хочу поздравить тебя с 8 марта. Я тебя очень сильно люблю. Я люблю все твои поступки. Люблю то, как ты воспитываешь меня. Люблю тебя саму. Я очень надеюсь, что в жизни ты найдешь все самое наилучшее, все хорошее, что у тебя все получится в жизни, что ты сможешь добиться своих целей. Я тебя люблю. Давайте вот смотрим на это. Так. Алло, мам. Все. Короче, я люблю тебя. Короче, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Все, спасибо, пока. Ты где? Я в школе. Что ты делаешь? Ну, ничего, вот собираемся уходить. Ты на такси? Нет, А с кем? с авось идти. Пешком вы? На автобусе. В Мегу пойдете? Да, Потом? все. Потом ты на работу поедешь, да? Да. Все, давай. Люблю. Ничего. Всё. Люблю. Ты тоже? Да, Ладно, давай. пока. Люблю. Ну вот. Привет, мам. Поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе всего самого хорошего в жизни, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не чувствовала горя, чтобы твоя жизнь была всегда очень яркой, насыщенной. Желаю тебе, чтобы я и братики всегда радовали тебя, чтобы ты смотрела на наши успехи, всегда радовалась, гордилась нами. Поздравляю тебя с 8 марта. Алло. Алло, да. Привет, мам. Привет. Что делаешь? А? Дома. Да? Мам, знаешь, я хотела тебе кое-что сказать. Угу. Я тебя люблю. Ну, я тебя тоже. А что натворила? Ничего, просто я тебя люблю, хочу сказать. Типа, Ладно, что я тебя тоже люблю. ты мне очень дорога. Спасибо, что стала моей мамой. Ну, такой ладно, я тебя тоже люблю. И что натворила? Мам! Ты думаешь, я просто так не могу сказать, что я тебя люблю? Ну, не знаю, просто какая-то ты сомнительная. Ничего, давай, пока. Ну, он просто сегодня Батра звонил, и он с таких же слов начал, а в конце добавил. Чтобы она попросила Ладно, все. Хорошо, окей. Не, просто сказать, да. Просто так, ничего не случилось. Поздравляю вас с 8 марта. Я тебя очень люблю. Желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, ты очень гордишься мной. Я всегда буду любить тебя и очень благодарен за то, что у меня такая прекрасная мама. Алло, мам. Мам, қалайсың? Мама, я просто... Мам, я хотел сказать, я очень люблю тебя. Я тебя тоже люблю.
В общем, я очень благодарен за то, что у меня такая классная, прекрасная мама. Очень люблю тебя. Ой, Жаным, Сол, я тебя тоже очень сильно люблю. Ты знаешь, я тебя просто обожаю, что Алла Тағала маған осындай бала бергеніне. Естіватсыңдар? Сейчас жай отырмын. Вот сейчас. Мектептемін. Поздравляю вас с 8 марта. Просто хочу сказать, что спасибо, что вы есть. Все, не судьба. Анашым, мен сізді жақсы көремін. 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Айтмаймын? Мама, 8 наурызбен сізді құттықтаймын. Сіз мен үшін ең басты үлгі болып келесіз менің өмірімде. Сіз мен үшін ең маңызды адам болып келесіз. Мен сізді өте жақсы көремін. Сізге осы мейрамда ашық аспан, мол бақыт және де мол денсаулықты тілеймін. Алло, мам. Алло. Мен сізді өте жақсы көремін. Ой, жаным, мен де сені жақсы. Рахмет сізге бәрін үшін. Ой, жаным. Да, бәрі дұрыс. Мен сізге почти каждый день айтамын, жақсы көремін сізді. Ты самый драгоценный мне, знаешь, да? Да. Вы для меня тоже очень важны. Ау. Николаевич не видит? Неде айтамын. Құрметті анашым, мен сізді 8 наурызбен құттықтаймын. Сізге мен мол бақытты, ашық аспанды және зор денсаулықты тілеймін. Мен сізді жақсы көремін. Неловкая тишина болып қалады ғой. Алло, мама. Алло. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Че, проплакалась? Білмеймін, что-то ойлап тұрмын, мамамды соншама жақсы көремін деп отырып қалдым. Все, мама, давай, пока-пока. Люблю. Құрметті анашым, сізді 8 наурызбен шын жүректен құттықтаймын. Ең алдымен сізге үлкен алғысымды білдіргім келген еді. Сізге зор денсаулық, үлкен бақыт, әр күніңіз қуанышқа толы болсын деп тілеймін. Сіз мен үшін ең ардақты, ең жақын адамсыз, және мен сізді қатты жақсы көремін. Я звонить? Мама, скажи, что-то случилось? Ой. Да, Кукусик, как дела? Хорошо. Мама, я тебя очень сильно люблю. А я тебя тоже. Спасибо большое за все, что ты делаешь. Спасибо, Джан, я тебя тоже. Чего? Да, давай. Давай. Анашым, 8 наурызыңызбен құттықтаймын. Мейрамыңыз құтты болсын. Әрқашан жайнап күліп жүре беріңіз. Бақытты болыңыз, ешқашан қайғырмаңыз. Ең бастысы денсаулық тілеймін сізге. Алло. Алло, мам. Мен сізді жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Ұлым не болып қалды? Ничего? А? Ничего? Есіңке? Не болып қалды? Аңызбай. Есіңке. Ренжітсем кешіріңіз. Ау? Ренжітсем кешіріңіз деймін. Кешірем. Все, что ли? А? Все, что ли? Маңызбай бүгіні ма? Не емен оғыл? А? Қандай? Кешірім сұрау күні ма?
Нет, жай. Нет, просто вот сижу, решил позвонить. Ладно, давайте. Привет, мам, поздравляю тебя с 8 марта, желаю тебе всего самого наилучшего, хорошего. Пусть о чем ты всегда мечтала сбудется. Живи каждый день, как будто ты последний. Пусть ты добивайся всего, чего ты хотела. И от чистого сердца желаю тебе вообще всего-всего-всего на свете. Здравствуйте. Алло, мам, привет, можешь говорить? Говори. А как все дела? Прекрасно. Все хорошо, да? Что хочешь? Я хотела сказать, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, доченька. Окей. А как у тебя дела? Шикарно. Что делаешь? Думаю о тебе. Да, я тоже. Какое совпадение. Да, наши энергии совпали. Да. Я сегодня домой к 6, наверное. Можно? А где дети, как доберутся? Я их довезу. Хорошо. Окей, я тебя люблю. Я тебя тоже. С наступающим. Спасибо. Пока. Анашым, сені 8 наурыз күнінен шын жүректен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Алло, мам, привет. Алло. Привет. Как дела? Ты что, не в школе, Джана? Спасибо, хорошо. Мам, я тебе сказать хотел, я тебя люблю очень сильно. Я тебя тоже, Джана. Что-то случилось? Нет, просто... Че смеешься? Нет, я не смеялся. А что ты не на уроке, я не поняла? На уроке. Есть. Ладно, я тебя тоже люблю. Хорошо, давай. Давай. Жақсы бол әлде жаман бол мейлі, жүрсең де